Сәлем достар, сіздермен бірге плюс бәріне керек арнасы. Қанша ұйықтасаңыз да үнемі ұйқыңыз қанбай жүре ме? Ұйқы қанбаудың қандай себептері бар екенін білгіңіз келсе, видеоның соңына дейін көріңіз. Арнамнан алыстамау үшін тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Қазақша контенттің дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Адам неге қанша ұйықтаса да, ұйқысы қанбағандай сезімде болады? Яғни бұның жауабы ағзасы толыққанды демалып, қажетті энергияны жинай алмайды. Әлсіздікпен күресудің мына тәсілдерін қарастырып көрейік. Жаттығу жасау. Күннің дұрыс басталуын қадағалаңыз. Физикалық жаттығумен қан айналымын жақсартып, жүрек соғысын күшейту қажет. Бұл ішкі қуатыңызды оятудың ең жақсы әрі таптырмас тәсілі. Егер үйде болсаңыз, аздаған жаттығудан кейін душ қабылдасаңыз да жақсы көмектеседі. Ал кеңседе болып жаттығу жасауға мүмкіндік жоқ десеңіз, сатымен бірнеше рет жоғары көтеріліп төмен түсіңіз. Мұны түскі астан кейін орындасаңыз да болады. Тамақ ішкеннен кейін бірден ұйқыға кеткісі келетін ағзаңызды өте жақсы сергітеді. Ұйқышылдықтан арылу үшін су ішіңіз. Негізінде судан асқан энергетик жоқ. Таңертең бөлме температурасындағы бір стақан суды ішу арқылы ағзадағы барлық процесс іске қосылып, белсенділік оянады. Сондықтан ұйқыңызды аша алмай тұрсаңыз, бірден осы ғажайып сұйықтықты 200-400 мл мөлшерде алыңыз. Ғалымдар ағзада су балансы жақсы сақталса, мида жақсырақ жұмыс істейтінін дәлелдеген. Мұндай нәтиже беруге тіпті кофенің де күші жетпейді. Күшіңіз сарқылуына қарсы тұру үшін үзіліс жасаңыз. Күнделікті қайталана беретін күн тәртібі миымызды ұйықтатып тастайды. Бір күнде бітіруіңіз керек жұмыстарыңыз көп болса да, күнделікті қайталана берген соң оны миға түсіндіре алмайсыз. Демек, қысқа уақыттық үзіліс жасау керек. Бойыңыздағы еріншектікке бола күш-қуатым таусылды деп өз-өзіңізді алдамаңыз. Бөлмені желдетіңіз немесе таза ауаға шығыңыз. Қанға оттегі көп мөлшерде келген кезде шаршаған ағзаны сергітеді. Адам денесі температураның кішкене болса да өзгерісін тез қабылдайды. Егер ауа райы ыстық болса, кондиционерді қосып, салқын температураға қоюға болады. Ал егер таза ауа жұтуға шықсаңыз, оған аздаған дене жаттығуын қосыңыз. Бұл да ұйқымен күресуге қосымша құрал болмақ. Назарыңызды басқа нәрсеге аударыңыз. Егер компьютермен жұмыс істейтін болсаңыз, жұмыс үстелінен тұратын себеп табыңыз. Қағаз әкелу үшін келесі бөлмеге баруға болады, немесе бір шыны кофе алып келіңіз. Әріптестеріңізге де дайындап берсеңіз қуанып қалады. Әдетте ұйқысы кеп отырған адамның бар ойы ішкі әлемінде болады да, ойы жан-жаққа шашырап, қателік жібереді. Көңілді ырғақты әуен тыңдаңыз. Музыканың алпауыт күші бар. Көңіл күйіңізді көтеріп, естеліктерді еске түсіретін әуендер жинағын жасап, күнделікті тыңдауды әдетке айналдырыңыз. Қай уақыттағы ұйқы адамға қатерлі болуы мүмкін? Адамдардың көпшілігі таңғы ұйқының тәтті шырынын бұзғысы келмей жата тұрғанды жөн көреді. Тағы бір 5 минут, тағы бір 10 минут деп ұйқысын соза береді. Ақыры мең-зең болып, бәрібір ұйқысы қанбай ұйысып тұрады. Сөйтсе, көп адам осылайша денсаулығына дерт жамап алатын көрінеді. Сенесіз бе? Адам өз еркімен табиғи түрде оянар кезде ағзасы 1 сағат бұрын дайындала бастайды екен. Дене қызуы көтеріліп, қалың ұйқының құшағынан ажырай бастайды. Бұған қоса күні бойы сергек жүруіңізге көмектесетін ағзаңыздағы дофамин белсенділік танытып іске қосылады. Оятқышын қайта-қайта кейінге ысыра берген адамда бұл процесс үзіліп табиғи ырғақ бұзылатын көрінеді. Ұйқыдан жай тұрған адамның мең-зең болып ашушаң келетіні осыдан. Мұның сыры қайта жастыққа бас қойған адам ағзасын қалың ұйқының құшағына шым батуға тырысады екен. Сол себепті ғалымдар ерте тұрудың пайдалы екенін айтып отыр. Бір оянып, бір ұйықтап,
Өң мен түстің арасында жатқан адам төсектен тұрғанда тез шаршап, тез шалдығатын көрінеді. Таңғы ұйқыдан оятқыштың уақыт аралығы 10 минутқа қойып, 3 мәрте оянып қайта ұйқыға кеткеннің орнына тастай қатып жарты сағат ұйықтағаныңыз денсаулығыңызға әлде қайда пайдалы. Ғалымдар бұдан құтылу үшін кестеден ауытқымай уақытында жатып, уақытында ұйқыдан тұруға кеңес береді. Бір уақытта жастыққа бас қойып, бір уақытта оянған адам өзін әлде қайда сергек сезінеді. Ерік жігеріңізді жанып, өз-өзіңізді қолға алып, ынта танытсаңыз болды. Ағзаңыз сонда ғана белгілі бір уақытқа бейімделіп, әдетінен жаңылмайтын болады. Уақыт жағынан ұтып қана қоймай, күш-қуатыңыз арта түседі. Таңғы намазын ұдайы оқып, құлшылығын қаза қылмаған мұсылмандар жүрек ауруынан аман болады, әрі ұмытшақтық секілді дертке де бой алдырмайтын көрінеді. Ғалымдардың тұжырымы осындай. Иорданиядағы кардиологтар қауымдастығы қан тамыр ауруларының басты себептерінің бірі ұзақ ұйқыны 8 сағаттан көп ұйқы жатқызып отыр. Ұзақ ұйықтаған адамның жүрек қағысының жиілігі минутына 50 қағысқа дейін төмендейді екен. Ал бұл өз кезегінде қан айналымына кедергі келтіріп, жүрек бұлшықетінің әсерінен алып келеді. Нәтижесінде адамның инфаркт немесе инсульт алу қатері жоғарылайды. Бұған жол бермес үшін ғалымдардың пікірі бойынша адам аз уақытқа ұйқысын қиып жиі оянғаны жөн. 4 сағаттық ұйқыдан кейін кем дегенде 15 минутқа ұйқыдан тұрып, лажы болса қандай да бір дене қозғалысын жасағаныңыз дұрыс. Таң намазына тұратын мұсылмандардың басындағы жағдай иорданиялық ғалымдардың осы пікірін растай түседі. Зерттеуден белгілі болғандай, намазын қаза қылмау үшін таңғы ұйқысынан тұратын мұсылмандардың арасында жүрек қан тамыр аурулары өте сирек кездеседі екен. Айтылған кеңестерім сіздердің көңілдеріңізден шыққан болса, арнама тіркеліп, өз пікірлеріңізді жазып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Ұйқыларыңыз тыныш әрі қанық болсын. Сіздермен бірге плюс бәріне керек арнасы. Келесі шығарылымдар тек сіздер үшін.